Адам өз денсаулығын жақсарта отыра, өмірінің де сапасын жақсарта алады. Сәлеметсіздер ме, құрметті достар? Менің есімім Айгүл Мұқатаева. Мен адамдардың ішкі жан дүние ресурсын және бұл өмірде өз жолын табуға көмектесетін коуч, терапевт және медицина саласының психолог маманымын. Денсаулық басты байлық. Дені саудың рухы сау. Қазіргі таңда адамдардың энергиясын жетіспеуі, әлсіздік, шаршау, жалқаулық, мотивацияның жетіспеуі, бұның бәрі психиканың рухқа жігер бере алмауында болып тұр. Бұған қоғамымызда болып жатқан түрлі стресстер мен невроздар әсер етеді. Сол себептен денсаулығымыз арқылы өз өмірімізге зиян тиетін үш нәрсе бар. Біріншісі ол реніш, екіншісі кінәлі сезім немесе өкініш, үшіншісі қорқыныш. Бұлардан түбегейлі арылмай, өміріңізде қаржы проблемасы, қарым-қатынас проблемасы, денсаулық проблемасы және жетістікке жету проблемалары туындайды. Сол себептен реніштен, қорқыныштан және өкініш сезімдерінен арылып, жарқын болашаққа нық қадаммен сенімді болып қадам басқыларыңыз келсе, осы видеоның астына «Я» деп комментарий қалдырыңыздар.